ремонт біткенше өзім бітіп қалатын сияқты жүрмін ше негізі. Тойдың болғанынан боларсы қызық деген рас нәрсе сияқты. Ремонт біткенше ужас. Миым шатасып, уже мынандай цветтерді көрсем, уже басым айналады менің. Мына кісі вообще басым айналдырып жібереді. Біз екеуміз дос емеспізге. Если что. Қалайсыздар? Алматыда что-то күн суық. Бағана бір жылаған сияқты. Мен Аймер далаға шыққан кезде жаман аяз болып тұр ше. Біліңіздер, жылы киініп жүріңіздер. Таразда вообще 30 сантиметр қар жауыпты. Енді ол жақтағы бұлттар Алматыға қарай келсе, сол жақта да құйып тастайын деп тұр қарды. Жаман суық. Сол бүгін Ақон танитындар бар шығар. Ақон Джим деген білесіздер ғой, который фитнес-залмен айналысатын жігіт, өзіміздің досымыз. Сол тағы да бір Алматыда 3-ші залын ашқан екен, новый залда. Сол залдың открытиясына баратырмыз. Кішігірім қолдау көрсетуге шықтық. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін жолға шықпай қалдым. Неге десеңіздер, қар жауып жатыр. Перевалдың барлығы сұмдық көктайғақ болып жатыр екен. Өзімнің көлігіммен шығайын деп едім. Сонымен шыға алмай қалған жайым бар. Бүгін тағы да соны пайдалана отырып, бүгін кешке қарай TikToktан және Instagramнан тікелей эфир тағы да ашатын боламыз. Энди боксы бізде аздаған санаулақ қалды, былай айтқан кезде. Алдағы уақытта 14 февраль ғашықтар күні келе жатыр. Соған байланысты бүгін тағы да өте керемет скидкамен және де 2 бокс сатып алған адамдарға 2 адамдық Турцияға путевканы автоматты түрде ешқандай розыгрышсыз, ешқандай ойынсыз подарок ретінде беретін боламыз. Сол себепті кешке қарай тікелей эфирларды жіберіп алмаңыздар, баршаларыңызды тікелей эфирда күтеміз. Алла қаласа жолығамыз тікелей эфирда. Ал вот 2 түрінен де салдым. Біреуі рубленый мясомен, біреуі с картошкой. Әп-әдемі болып пісті. Басқа жерде осындай қамыры қатты болып тұрады ғой. Қамыры езіліп жатыр ғой. Осындай кезде үйде майонез жоқ. Ішінде еті, мясо көп екен. Қамыры жұқа, ішінде еті көп, күшті екен. Енді рубленый мясомен көрейік. Мен қолмен жинадым. Давай. Рубленый мясо мне вообще даже такой. Но надо. Вообще отлично. Сіздерде жалпы осындай полуфабрикат жақсы қолды күн қаласаңыздар, өштерін жасап өсеңіздер болады.